Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып математика пәні 125-ші сабақ. Периметрі бойынша жазық фигураларды торкөзді параққа салу тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Бірінші тапсырма: периметрі 16 см болатын шаршыдан периметрі 2 есе кем шаршы сыз дейді. Балалар, бірінші 2 есе кем периметрді анықтап алуымыз қажет. Яғни бірінші периметр бізде 16 см екен, ал екінші периметрді анықтау үшін 16 см-ді 2-ге бөлеміз, тең 8 см. Ал енді шаршының қабырғаларын анықтау үшін біз аны анықтауымыз керек. А тең бізде P бөлінген 4-ге. P-нің орнына 8-ді қоямыз, 8 см бөлінген 4 тең 2 см. Сонда шаршының әрбір қабырғасы 2 см болатын осындай шаршы сызып қойсақ болады. Екінші тапсырма: периметрі 8 см-ге тең тік төртбұрыштан периметрі 4 см артық болатын тік төртбұрышсыз басқа тік төртбұрыштар сызуға бола ма дейді. Балалар, бірінші периметріміз 8 см-ге тең және 4 см артық болатын тік төртбұрыш сызуымыз керек периметрі. Екінші периметрді анықтау үшін 8 см-ге 4 см-ді қосамыз, тең 12 см. Демек, екінші тік төртбұрыштың периметрі 12 см-ге тең. Ал енді тік төртбұрыштың периметрін анықтау формуласы бізде P тең А мен Б-ның қосындысын 2 есе арттыру. Демек, біз А және Б қабырғасының ұзындықтарын анықтауымыз керек. Яғни, А мен Б-ның қосындысын анықтау үшін біз P-ні 2-ге бөлуіміз керек. Яғни, 12-ні 2-ге бөлеміз, тең 6 см. Яғни, ұзындығы мен енінің қосындысы 6 см болуы қажет. Сонда біз ені 1 см, ұзындығы 5 см тік төртбұрыш сыза аламыз. Яғни, 5-ке 1-ді қоссақ 6 см болады. Оны 2-ге көбейтсек, периметрі 12 см болады. Және біз ені 2 см, ұзындығы 4 см тік төртбұрыш сыза аламыз. Себебі А 4-ге тең, ал Б 2-ге тең. 4-ке 2-ні қоссақ 6, 6-ны 2-ге көбейтсек 12 см болады. Яғни, ұзындығы 4 см, ені 2 см тік төртбұрыштың периметрі 12 см-ге тең. Осындай тік төртбұрыш сыза аламыз. Үшінші тапсырма: суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Суретте балалар, ұзындығы 4 см, ені 2 см тік төртбұрыш сызылған. Тік төртбұрыштың периметрі қалай өзгереді егер оның бір қабырғасының ұзындығын 1 см-ге кемітсе, немесе 1 см-ге арттырса. Балалар, бірінші 1 см-ге кемітіп, сонан соң 1 см-ге арттырып көрейік. Мұндағы А тең 4 см-ге, Б тең 2 см-ге. Ал енді оның периметрін анықтап алайық. Яғни, 4-ке 2-ні қосып, оны 2 есе арттырамыз. 4-ке 2-ні қоссақ 6, 6-ны 2-ге көбейтсек 12 см болады. Бұл берілген тік төртбұрыштың периметрі. Ал енді оның бір қабырғасын кеміткен кезде оның периметрі қалай өзгеретінін анықтайық. Яғни, А-ны кемітеміз, 4 азайту 1 тең 3 см деп аламыз да, ал Б 2 см. Ал енді периметрін анықтаймыз. 3 қосу 2, арттырған 2-ге. 3-ке 2-ні қоссақ 5, 5-ті 2-ге көбейсек 10 см. Ал енді бастапқы периметр бізде 12 см еді, одан 10 см азайтсақ 2 см қалады. Демек, 1 см-ге кеміткен кезде оның периметрі 2 см кемейді. Ал енді 1 см-ге арттырып көрейік. Яғни, 4-ке 1-ді қоссақ 5 см болады, А, Б 2 см. Ал енді периметрін анықтайтын боламыз. 5-ке 2-ні қосып, 2 есе арттырамыз. 5-ке 2-ні қоссақ 7 болады, 7-ні 2-ге көбейтсек 14 см болады. Ал 14-тен бастапқы периметрді азайтатын болсақ, 14 азайту 12 тең 2 см. Демек, тік төртбұрыштың бір қабырғасын 1 см-ге арттырса, оның периметрі 2 см-ге артады екен. Төртінші тапсырма: зерттеу. Қағаздан жасалған тік төртбұрыштың моделінен суреттегідей қабырғаларының ұзындығы 2 см және 1 см тік төртбұрыш қиып алынды. Қалған фигураның периметрі өзгерді ме, оның пішіні ше дейді. Балалар, бірінші олардың периметрін анықтап аламыз. Яғни,
бастапқы периметрі, яғни 4 сантиметрге 3 сантиметрді қосып, оны 2 есе арттырамыз. 4-ке 3-ті қоссақ 7, 7-ні 2-ге көбейтсек 14 сантиметр болады. Бұл бастапқы берілген тік төртбұрыштың периметрі. Ал енді ұзындықтары 2 сантиметр және 1 сантиметр тік төртбұрыш қиып алғандағы қалған фигураның периметрін анықтайық. Яғни 4 сантиметр, қосамыз 3 сантиметр, қосамыз 2 сантиметр, қосамыз 1 сантиметр, 2 сантиметр және 2 сантиметр. Яғни барлық қабырғаларын қосып шыққан кезде бізде 14 сантиметр шығады екен. Жауабы, балалар, периметрі өзгермейді, бірақ пішіні өзгереді. 5-ші тапсырма: зерттеу. Қағаздан жасалған үшбұрыштың моделінен суреттегідей қабырғасының ұзындығы 1 сантиметр болатын шаршы қиып алынды. Қалған фигураның периметрі өзгерді ме дейді. Балалар, бірінші бастапқы фигураның периметрін анықтап аламыз. Яғни барлық қабырғаларын қосып шығамыз. 5 сантиметр, 4 сантиметр және 3 сантиметр. 3 қабырғасын қосқанда 12 сантиметр шығады. Бұл бастапқы берілген үшбұрыштың периметрі. Ал енді қабырғалары 1 сантиметр шығатын шаршыны қиып алғандағы қалған фигураның периметрін анықтауымыз керек. Яғни 5 сантиметрге қосамыз 2 сантиметрді, қосамыз 1 сантиметр, қосамыз 1 сантиметр және қосамыз 3 сантиметр. Сонда бізде балалар 12 сантиметр шығады. Демек, үшбұрыштың периметрі өзгермейді. 6-шы тапсырма: есепте. Яғни 80 мен 48-дің айырмасын 4-ге бөлу. Балалар, бірінші шақшаның іші орындалады. 80-нен 48-ді азайтсақ 32, 32-ні 4-ге бөлсек 8 болады. 7 мен 4-тің көбейтіндісінен 28 мен 4-тің бөліндісін азайту. Бірінші көбейту, сонан соң бөлу, соңында азайту амалы орындалады. 7-ге 4-ті көбейтсек 28, 28-ді 4-ге бөлсек 7 болады. 28-ден 7-ні азайтсақ 21 қалады. 34-тен 9 пен 4-тің көбейтіндісін қосу. 9-ға 4-ті көбейтіп аламыз, 36 болады. 34-ге 36-ны қоссақ 70 болады. 5 пен 4-тің көбейтіндісінен 16 мен 4-тің бөліндісін азайту. Бірінші көбейту, сонан соң бөлу, сонан соң азайту амалы орындалады. 5-ге 4-ті көбейтсек 20, 16-ны 4-ге бөлсек 4, 20-дан 4-ті азайтсақ 16 қалады. 7-ші тапсырма: кесте бойынша теңдеулер құр, оларды шеш. Бізде қосылғыш қосындының мәні берілген. Осы кесте бойынша теңдеу құрастырып көрейік. 9 қосу x тең 16 қосылған 23. Балалар, бұл құрылымы күрделірек теңдеу. Бірінші 16-ға 23-ті қосып аламыз, 39 болады. Сонда 9 қосу x тең 39 деп жазамыз. Мұндағы x белгісіз, оны анықтау үшін 39-дан 9-ды азайтамыз. X тең 30-ға. Ал енді x-ті орнына қойып теңдеуді тексереміз. 9 қосу 30 тең 16 қосу 23. 39 тең 39. Екінші теңдеу: 100 азайту y тең 20 қосылған 18. Балалар, мұнда бірінші 20-ға 18-ді қосып аламыз. Сонда 100 азайту y тең 38 деп жазамыз. Мұндағы y белгісіз, оны анықтау үшін 100-ден 38-ді азайтамыз. Y тең 62-ге. Ал енді y-ті орнына қоямыз. 100 азайту 62 тең 20 қосылған 18. 38 тең 38 деп жазамыз. 8-ші тапсырма: дәптерге қабырғалары 4 см болатын шаршысыз, егер оның қабырғасының ұзындығын 3 см арттырса, 3 см кемітсе, осы шаршының периметрі өзгере ме? Қалай ойлайсың? Бастапқы шаршының пішіні өзгере ме дейді. Балалар, бірінші бастапқы шаршының периметрін анықтап аламыз. Яғни 4 см-ді 4-ге көбейтсек 16 см болады. Ал енді егер оның қабырғасының ұзындығын бірінші 3 см-ге арттырып көрейік. Яғни А1 4 см-ге 3 см қоссақ 7 см болады. Яғни А1-іміз 7 см-ге тең. Демек, енді периметрін анықтау үшін 7-ні 4-ге көбейтеміз, тең 28 см-ге. Келесі, екіншісі бізде 3 см-ге кемітсе, демек 4 см-ден 3 см азайтамыз, тең 1 см-ге. Ал енді периметрін анықтау үшін 1-ді 4-ге көбейтеміз, тең 4 см. Жауабы,
шашының периметрі өзгереді. Бастапқы шашының пішіні 3 см арттырса үлкейіп, ал 3 см кемітсе кішірейеді екен. Тоғызыншы тапсырма, ойлан тап. Бірінші шашының периметрі 12 см, ал екінші шашының периметрі одан 3 есе кем болатындай екі шаршы сыз. Бірінші шашының қабырғасы екінші шашының қабырғасынан неше есе ұзын екенін анықтауымыз керек. Яғни, бірінші шашының периметрі 12 см, демек оның қабырғаларының ұзындығын анықтап алуымыз қажет. Ол үшін периметрді 4-ке бөлеміз. 12 см бөлінген 4 тең 3 см. Демек, қабырғалары 3 см-ге тең шаршы сызамыз. Ал екінші шаршының периметрі одан 3 есе кем деп тұр. Демек, 12 см-ді 3-ке бөлсек 4 см болады. Демек, екінші шаршының периметрі 4 см-ге тең. Оның қабырғаларының ұзындығын анықтап алу үшін 4 см-ді 4-ке бөлеміз тең 1 см-ге. Демек, қабырғаларының ұзындығы 1 см-ге тең шаршы сызамыз. Ал енді бірінші шаршының қабырғасы екінші шаршының қабырғасынан неше есе ұзын екенін анықтау үшін 3-ті 1-ге бөлеміз. 3 см бөлінген 1 см тең 3. Демек, жауабы бірінші шаршының қабырғасы екінші шаршының қабырғасынан 3 есе ұзын. Осылай есептесек болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.